Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақша-несиелік саясат. Бірінші сұрағымыз ақша-несие саясатының мәні. Екінші сұрағымыз ақша-несие саясатының мақсаттары мен құралдары. Мақсаты экономикалық саясаттың қалыптасуының теориялық негіздері туралы білімді қалыптастыру. Сонымен қатар ақша-несие, салық, бюджет сияқты экономикалық саясаттың негізгі тетіктерін игеру арқылы оларды дұрыс қолданудың жолдарын көрсете білу. Негізгі түсініктер мен терминдер: акция, ақша массасы, банк, вексель, инвестициялық банк, ипотекалық банк, коммерциялық банк, құнды қағаз, мультипликатор, несие, несиелік жүйе, облигация, эмиссия, эмиссиялық банк. Ақша – ол қаржы активтерінің жүйесі. Ақшаның ең белгілі сипаттамасы олардың жоғарғы өтімділігі. Ақшаның төрт негізгі функциялары бар. Бірінші – есептеу бірлігі. Объективті түрде ақша барлық басқа тауарлар құндылықтарының бірыңғай өлшем рөлін атқарады. Ақшаның пайда болуымен барлық тауарлар ақшалай білінуіне ие болады. Екінші – айырбас құралы. Бартер экономикасында мәміле жасау үшін қажеттіліктері бірдей болу керек. Мысалы, алма сататын адам оларды алмұртқа ауыстыра алады, егер алмаға мұқтаж адамды кездестірсе. Үшінші – құнды сақтау құралы. Адамдар өз байлықтарын әртүрлі активтер түрінде сақтайды. Ақша осындай активтердің бірі болып саналады. Төлем құралы. Міндеттемелер мен қарыздар шамасы ақшалай түрде белгіленуі мүмкін, сондықтан ақша төлем құралы болып келеді. Ақша массасы – ол экономикада тауарлар мен қызметтердің айналымнан қамтамасыз ететін, қолма-қол ақша мен аударымдар арқылы жасалатын сатып алу төлем құралдарының жиынтығы. Қаржы – нарықтық қатынастардың құрамды бөлігі және мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың құралы. Нарықтық қатынастар жағдайында қаржы негізінен төрт қызмет атқарады. Бірінші қызмет бөлу қызметі, екінші реттеу қызметі, үшінші ынталандыру қызметі, төртінші бақылау қызметі. Несие – бұл пайыз төлеу және қайтару шартында уақытша пайдалануға, яғни қарызға берілетін ссудалық капитал қозғалысы. Несие экономикалық теория категория ретінде мына қызметтерді атқарады. Бірінші – қайта бөлу. Кез келген елдің ұлттық экономикасының толық жұмыс жасауына үлес қосады. Екінші – айналыс шығындарын үнемдеу. Үшінші – айналыстағы нақты ақшалардың орнын алмастыру. Төртінші – капиталдың шоғырлануын жетілдіру. Бесінші – ғылыми-техникалық прогресті жетілдіру. Несие түрлері. Несиелеу объектілері бойынша бөлінеді: коммерциялық, банктік. Әрекет ету мерзімі бойынша үшке бөлінеді: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді. Келесі несие сипаттамасы бойынша тұтыну несиесі, ипотекалық несие, мемлекеттік несие, халықаралық несие болып бөлінеді. Ақша несие саясаты – бұл айналыстағы ақша жиынын, несие көлемін реттеу мақсатында мемлекеттің ақша несие саласында қолданылатын өзара байланысты шаралар жиынтығы. Ақша несие саясатының мәні. Ақша несие саясаты салық, инвестициялық, құрылымдылық және тағы басқа сияқты кез келген дамыған қоғамның экономикалық саясатының бір бөлімі. Ақша несие саясаты – бұл айналыстағы ақша массасын, несие көлемін,
сыйақы мөлшерлемесін өзгеруге, жалпы банк жүйесінің қызметін реттеуге бағытталған шара. Ақша-несие саясатының мақсаты: экономиканың өсу, толық жұмыс бастылық, бағаны тұрақтандыру, төлем балансын тұрақтандыру. Ақша-несие саясатының құралдары: несие берудің лимиті, пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу, міндетті резервтер нормасының өзгеруі, есептеу мөлшерлемесінің өзгерісі, ашық нарықтағы операциялар. Банк жүйесі: банк операцияларының бірыңғай ұлттық немесе халықаралық жүйесіне біріктірілген банктердің жиынтығы, яғни бір-бірімен және сыртқы ортамен тығыз байланысты банктердің жиынтығы. Банк жүйесі ұлттық банк, екінші деңгейлі банк болып ажыратылады. Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы заңы қалыптасты 1995 жылы 31 тамызда.